салықтан құтқарған сөз. Баяғыда бір кедей көшерге көлігі болмастан жыл сайын қыстауда қала береді екен. Бір күні оның үйіне елді сүлікше сорған бір ұлық келіпті. Сені жарлы қылған мен емесем, жазған құдайыңа жыла. Жан басы 60 қадақ бидайдан үйіңдегі 6 адамға 9 пұт астық төлейсің, деп ұлық қиғылық салып отырып алыпты. Жалғыз сиырдың сүтіне қарап отырған жарлы байқұс қалай мақұл дей қойсын, қатты сасыпты. Ауыл аймаққа шешендігімен аты шыққан қаршадай ғана кедейдің бір баласы бар екен. Ұлық сол баланы шақырып алыпты да: «Бала, сені жұрт шешен деседі. Мына әке шешеңді биылғы алым салымнан босатайын, сол өнеріңді көрсетші. Мәселен, адамға мына көз, мұрын, қол мен ауыздың қаншалықты керегі бар. Осыған ойланып жатпастан, табан астынан жауап тауып айта қойшы кәне», депті. Сонда бала тұрып: «Тақсыр, қапылыста шыққан сөз қанжардан өткір келуші еді. Жазатайым қытығыңызға тиіп кеткендей болсам, біздей пендеңізге әңгір таяқ ойнатып жүрмес пе екенсіз?» депті. «О, ол не дегеніңіз? Сөз тапқанға қолқа барма. Жауабың нанымды болса, жазғырар жайым жоқ. Сөйле, қорғанба», депті ұлық. Ұлық басымен уәде беріп, қаршадай бала сенің сөзіңе өкпелеп не көрініпті? Бәріміз де куәміз, десіп ұлықтың қасындағы нөкерлері де қаумалап әкеткен соң, бала: «Олай болса тақсырым, сөйлейін сөздің тап шынын. Көз деген көпті үйіруге керек. Қол жарлының малын жылатып алуға керек. Ауыз алғаныңды көмейге салуға керек», деген екен. Ұялғанынан құлағына дейін қызарып, қасындағылардың бетіне қарай алмаған ұлық: «Қап, мына жүгірмекке тіпті дауа жоқ екен», деп атына мініп жөніне жүре беріпті.